Сәлеметсіздер ме? Күнделікті бірдей тамақ жасап жүргеннен жалыққан болсаңыздар, онда осы видео дәл сізге арналады. Өйткені біз орам жапырақтан ерекше етіп тағам түрін дайындайтын боламыз. Видеомды соңына дейін көрсеңіздер, барлығы түсінікті болады. Ең әуелі орам жапырақтың осылай қатты түбін пышақпенен алып тастаймыз. Сосын оны суға салып отқа 5 минуттай қойсақ, бізге қабықтары қажет болады. Орам жапырағымыз өзі босаңсып, барлығын дана-дана етіп үлкен бүтін түрінде алатын боламыз. Осылай салып аламыз және де отқа бір 10-15 минуттың ішінде қойып алатын боламыз. Енді ол арада біз пиязымызды және де бір дана сәбізімізді турап дайындаймыз. Майдалап турап аламыз екеуінде. Сәбізді үккіштен үлкен көзінен өткізіп алсаңыздар болады. Егер қаласаңыздар, пиязды блендерменен майдалап езіп алсаңыздар да болады. Біз пиязымызды және сәбізімізді қуыратын боламыз. Сол себепті ешқандай оның айырмашылығы жоқ. Достармен алдында айтып өткендей, осы айда 1000 оқырманға толтыруға алдыма мақсат қойдым. Көптеген оқырмандар тіркеліп жатыр екен. Барыңызға алғысымды білдіремін. Және де қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонда менің барлық рецепттерімді көріп отыратын боласыздар. Мінекей барлығын осылай дайындап алдық. Ендеше табамызға сұйық майымызды құйып, пиязымызды бірінші салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Пиязымыз біраз қуырылғаннан соң сәбізімізді салып, екеуін бірге қуырып аламыз. Бұл кезде ешқандай тұзды салудың қажеті жоқ. Осылай жақсылап екеуін солыңқырағанша әдемілеп қуырып аламыз. Пиязымыз дайын. Енді орам жапырағымызды судан алдық. Мінекей осылай оңай ғана алынатын болады. Осылай үлкен жапырақтарын шешіп осылай алатын боламыз. Және де осы орам жапырақтарымыздың түбіндегі қатты және қалың жерлерін пышақпенен кесіп алып тастаймыз. Сонда біздің жұмыс жасауымызға да оңай болады. Енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге қажетінше ет қосасыздар. Қалауларыңыз бойынша әрине отбасындағы адам санына қарай жасасаңыздар болады. Менде 200 граммдай тартылған ет. Оған жаңағы қуырып алған пиязымызбенен сәбізімізді салып, оның үстінен тұз, қара бұрыш және де аздап паприка салдым. Барлығын жақсылап араластырып, дайындап аламыз салмамызды. Дәмі өте керемет болып үйлесетін болады. Осылай жасап көруге кеңес беремін. Қасына күрішті қайнатып, немесе картоп езбесіменен берсеңіздер, түрлендіріп, дастархандарыңыз өте керемет үйлесетін болады деп ойлаймын. Отбасыларыңызға жасап беріп, барлығын таң қалдырыңыздар. Енді осы орам жапырақтың жарты бетіне салмамызды салып, теп-тегіс етіп, қасықтың көмегімен жайып шығатын боламыз.
Достар, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, өйткені 90% адам менің каналымды тіркелмей көреді екен. Сондықтан мен каналыма тіркелсеңіздер өкінбейсіздер. Өздеріңізге қажетті өте керемет рецепттерді таба алатын боласыздар. Ойланбай тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетуді ұмытпаңыздар. Және де ұнап жатса, лайк, комментарий жазып кетуді де ұмытпаңыздар. Мінекей оп-оңай осылайша жайғастырып, барлық орам жапырақтарымызды осылай дайындап аламыз. Міне салмалы орам жапырағымыз дайын. Енді біз жұмыртқалы массамызды дайындап алатын боламыз. 2 дана жұмыртқа саласыздар. Менде майда болып қалды, сондықтан кейінден тағы салдым. Мынау жұмыртқа және де қаймақ саласыздар. Менде кішкене майонез салдым, олай да болады. Қаймақ болмаған жағдайда тұз және қара бұрыш, кішкене паприканы сеуіп, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бірдей масса қылып, сонан соң 1,5 ас қасықта ұн салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Бұл массамызбенен өте дәмді болып шығатын болады. Енді капустамызды осылай жұмыртқалы массамызға 2 бетін аударып аламыз және де майымызға салып, 2 бетін жақсылап қызартып, қуырып аламыз. Отымызды астын жай қойып, бетін қақпақпен жауып, 15 минут жай қуырып, 2 бетін қызартып пісіріп аламыз. Енді бетіне мен чеснокты соус дайындадым, укроп турап жіберіп, өте керемет болып шықты. Дәмі енді орам жапырақтың суы шығып, майменен бәрі үйлескен, дәмі өте керемет. Дәл осылай жасап беруге барлығыңызға кеңес беремін. Арасында осылай жасап тұрыңыздар, жеңіл болады және де. Дәмі өте керемет болып шықты және де барлығына ұнады. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода да сіздерді күтетін боламын. Қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.